Қайырлы күн достар. Оңай дайындалатын сырники жасаймыз. Ол үшін ірімшігімізге шекерімізді, жұмыртқамызды, ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массамызды дөңгелек формаға қолмен немесе темір дөңгелек формамен келтірсеңіздер болады. Кез келген ірімшік жарай береді. Менде қолдың ірімшігіңіз сұйық болмаса болды. 500 грамм ірімшіктен менде 12 штук сырники шықты. Сырникті формаға келтіріп болған соң қызып тұрған азырақ майда екі шетін қызартып қуырып аламыз. Қуырылып біткен соң 7-8 минут тағы да духовкаға салып пісіріп аламыз. Сол кезде толық пісетін болады. Бұл жерде ұнды маны крупамен алмастырсаңыз болады. Дайын болған сырникиді қаймақпен, әселмен ұсынсаңыздар болады. Жасап көріңіздер. Каналыма жазылып кетіңіздер.